Иншаллах, барша көрермендеріме осындай тамаша үй жұғысты болсын. Асар 2 мөлтек ауданында осындай керемет зәулім сарай үйіміз шұғыл түрде сатылымға шығып тұр. 16 соттық жер телімімен 356 шаршы метрді құрайтын осындай зәулім сарай үйімізге келіп қалдық. Мінекей обзор жасап жатырмыз. Мынау кірген кезде оң жақ беткейімізде осындай тамаша орнаментный потолоктарымен бұл үлкен зал бөлмесі. Мінекей 1, 2, 3 бірдей панорамный терезелері бар, дайын. Мынау төбеге шығатын екінші этажға баспалдағымыз. Ал кірген кезде мына шағын ғана прихожая, өзінің встроенный шкафтары бар. Мінекей баршаңызға осындай үйлер жұғысты болсын. Үй іздеп жатқан достарыңызға поделицаны басып жіберуді ұмытпаймыз. Бір-бірімізге пайдалы болайық. Мінекей шын ниетпен, жақсы тілекпен көріп отқан жандардың бәріне жұғысты болғай осындай үйлеріміз. Бұл кірген кезде оң жағымызда, бұны зал деп ойлап қалмаңыздар, бұл ас бөлме, то есть столовая, кухнясының қасында. Мінекей мынау кухня, ана өзінің жеке бір емес 3 бірдей котелы бар екен. Осындай тамаша өздеріне арнап салынған үй. Жағында котельный. Бұл біздің жаңағы столоваямыз. Ал мынау жаңа холға кірдік. Холдан ар жағында бірінші осы мына жердегі апаларға арналған жатын бөлменің жуынатын ванная комнатасы. И міне апа мен атаның жатын бөлмесі. Осындай тамаша кең жатын бөлме. Мына жерде өзінің гардеробы бар. Қазір екінші этажында тамашалайтын боламыз. Мінекей соңына дейін көріңіздер. Осындай керемет үйлер жұғысты болсын. Ал мінекей тамаша керемет үйіміздің екінші этажына шығып келеміз. Мінекей осындай өте ыңғайлы баспалдақ. Мінекей екінші этаждан енді жан-жақты 4 бірдей жатын бөлме кеткен. Мынау тамаша жарасымды люстра, бра, подсветки. Мінекей үйіміз айнадан жан-жағының бәрінде осындай әдемілеп әшекейленген. Мынау бірінші этаждың жатын бөлмесі. Осындай мынау осы этажға арналған ванная комнатасы. Ал мынау екінші этаждың осы холл бөлмесі. Тамаша холдан сол жағымызға арка кеткен, аркадан 2 балдарға арналған жатын бөлмелер. Мінекей мынау жатын бөлме, балдарға арналған өзінің жеке гардеробы бар. Мінекей ар жағында зеркальный қыз балаға арналған тоже жатын бөлме. Асар 2 мөлтек ауданында орналасқан осындай тамаша үйді обзор жасап жүрміз. Мынау қыз балдардың гардеробы. Неге керемет. Ал мына холға шықтық. Мына жерде қазір үйдің егесінің жатын бөлмесі. Ал мына жерге келетін болсақ, мінекей осындай намазхана. Намазханадан мынау тамаша намазханадан кейін осындай керемет үйдің балконы бар. Полностью панорамный терезесімен. Мінекей төбе биіктіктері өте биік. Әр балкон или жаңағы оранжерея жасап қойсаңыздар да болады. Үй өте биік жерде орналасқан. 16 соттық жер телімі. Ал мынау мастер спальня. Осы үй егелерінің спальня. Мынау оң жағымызда шкаф. Мынау тамаша үй егелерінің жатын бөлмесі, негізгі жатын бөлме. Және мінекей өзінің жеке гардероб и санторабы бар. Мінекей осындай үлкен ванная. Бұл үй егелерінің бөлмесі. Мынау жаңа екінші этажға арналған. Енді мінекей сыртты обзор жасайық баршаңызға. Осындай тамаша үйлер дайым жұғысты болсын. Ал үйіміздің сыртына келетін болсақ, мінекей осындай соңғы үлгідегі үй жарқыраған, осындай тамаша бастырма, бірнеше автокөлікке арналған. Мінекей қақпа тоже мінекей оригинальный
әдемі қазіргі заманауи үлгідегі үй, мінекей 16 соттық жер телімі. Бұл жерде особо сыртқы жұмыстан қалғаны тек мына жерге көгалдандырып, ландшафтный дизайн, в принципе, мына гүлдердің бәрі егілген. Бұл жерге сол газон егіп, баударағыңызды ексеңіз, үй тұруға дайын. Қазір мінекей бұл жерде үлкен қариялар болғандықтан өте іскер адамдар. Әдемі мінекей огород егіп тастаған. Қауын дейсіз ба, қарбыз дейсіз ба, мінекей жаныңызға не керек? Мінекей жайнап, жайқалып тұрған огороды бар. Осындай тамаша үй. Шұғыл түрде сатылымға шығып тұр. Бағасы келісімді. Мінекей мына жағында жүгері. Мінекей екі жер болғандықтан екі ворота. Ар жағында мінекей қос постройки. Бағасы, между прочим, өте арзан болып саналады. 350 шаршы метр үйге бағасын қазір айтамын сіздерге 145 миллион деп сұрап тұр. Ар жағымызда мектеп бар, 138-ші балабақша бар, және де мінекей қарама-қарсы жақ беткейімізде балдарға арналған детская городская больница. Ал баршаңызға мінекей ұнап жатса, толық мәліметті астындағы номерлерден ала аласыздар.